Ақмешіт көшесі Сарайшық көшесінен басталып Дінмұхамед Қонаев, Достық, Сығанақ, Алматы, Керей Жәнібек хандар көшелерін қиып өтеді. Ұзындығы 5607,13 метр. Ақмешіт қазіргі Қызылорда қаласының орнында болған көне бекініс орны. Бекініс 1817 жылы салынған. Тарихшы ғалымдардың дәлелдеуі бойынша Ақмешіт бекінісін Қоқан ханы Омархан салғызған. Бекініс ішінде саз балшықтан салынған 50-ге жуық үй, 2 мешіт, медресе, оқ-дәрі қоймалары, құдықтар болған. Қазан төңкерісінен кейін бекініске Ақмешіт аты қайта берілді. 1925 жылы оған Қызылорда аты беріліп, ол 1929 жылға дейін Қазақстанның астанасы болды. Бұл көшеде Қазақстан Республикасының Академиялық ұлттық кітапханасы, Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағаты, дипломат қонақ үйі, Бәйтерек монументі орналасқан. Бәйтерек Нұр-Сұлтан қаласының сәулет құрылыс кешені, сәулет өнерінің бірегей туындысы, елорданың ең көрікті ғимараттарының бірі. Есіл өзенінің сол жағалауында бой көтерген зәулім Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Астана қаласының елорда статусына ие болған жылға байланысты таңдалған. Әлемде бірінші рет диаметрі 22 метрлік және салмағы 300 тоннадан тұратын, күннің түсуіне қарай түсін өзгертетін хамелеон әйнегінен жасалған шар биіктігі жағынан рекордқа ие болды.